жерде бүлінгенде бір қазақ. Бүгінгі күні мінекей Қостанай облысы Меңдіқара ауданы Қаратал елді мекенінің тұрғындары мынау жүріп жатқан қазіргі челлендж дейміз. Мынау атап айтқанда солтүстік облыс Ақмола облысынан шығып жатқан патриоттық шерулерге қосылуға мінекей ер азаматтар, бүгін елім деген, жерім деген ер азаматтар жиналып отырмыз. Мынау бүгінгі ең басты тақырыбымыз менің туым, менің отаным, тәуелсіздікке 30 жыл толуына байланысты шығып отырған шеру. Мінекей үлкен ұғым, үлкен сөз, қасиетті сөз. Тәуелсіздік деген, осы тәуелсіздіктің жолында шамалап кейінгі неге көз салсақ кейінгі ғасырларға. Кенесары ханның бейғат алғанның өзінде де Кенесарының өзі мінекей өз басын құрбандыққа шалып, елім жерім деп ел үшін жанын пида етті. Оның бер жағында мынау Алаш, Алты Алаштың баласы, кешегі Алашорда партиясының көсемдері, атап айтсақ Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Мыржақып Дулатов, тағысындағы осы мінекей тәуелсіздіктің жолында біреуі кешегі Қызыл империяның зардабынан абақтыда ғұмырын өткізді, көбісі ату жазасына кесілді. Оны тарихтан баршамыз жақсы білеміз. Осы айтылған себебіміз сол кісілер не үшін солай жандарын пида етті, мінекей осы бір тәуелсіздік үшін ғана. Басымыз азат болу үшін, еліміз тәуелсіз болу үшін сондай құрбандыққа барды. Кеше хандарымыздың өзі осы тәуелсіздікті ұстап өтті. Ешкімге туын бастырмай, жерін бастырмай, жаңағы солай өткен қазақ елі